өздеріңізше спокойно келіпсіздер депутат жоқ. Бана ағамыз айтып кетті ғой осы жерде 66-ды жасында 60-тан астық демеңдер, жассыңдар әлі деп сөйтеді ғой. Осы жерде манағы бір биді көрсету керек болып тұр. Жастықтың бір бұл қарайшы бар ма? Модерн бірдеңе жіберші. Осы кезінде билерімізді көтере алмай жатыр ма бірдеңе тоғасы ба әлде? Так, кімнен бастаймыз ағалар, достар, класстастар? Көке, сізден бастайық. Ал бүгінгі мекенға жиналған ағайын тума, достарым, класстастар бәрімізге құтты болсын. Мынау енді біріншіден осының бәрін ұйымдастырып өткізіп жатқан баламыз бен келінімізге рахмет. Алла тағала дегендеріңді берсін, ұзақ қылып ғұмыр берсін, бақытты қылып. Бала шағаларын қызығын көріңдер. Ризамыз сіздерге. Соның ішінде мына келінімізге бір Құдай берген бізге тойымыз болсын, садақамыз болсын, әйтеуір ортамызда береді осы. Алла дегеніңді берсін. Ал бәрімізге құттықтық мынау бүгінгі Сауырғалидың келіп атқан 60 жасы. Бұл той бір ерекше болып отыр. Осынан бір 15-20 бұрын екен, бір ай бұрын екен. Бәрімізге хабарланды. Осы айтылмау жөнінде, тосын сый қылу жөнінде бәріміз де білеміз. Осы тапсырманы бұзып алмай, осы сәкеңді мана қарсы алғанша азар жеткіздік әйтеуір. Соның ішінде осы сәкең екеуміз бала кезімізден өміріміз бірге жүру, біз мына сәкең екеумізге Алла тағала көп бұйыртқан. Осы бәрі орысында жоқ, орта айтып жатырмын ғой, енді сен тыңдай бер дейсің. Мана түске дейін бірге жүрдік екеуміз. Содан мына Сейсенбай звондап жатыр осының жөнінде. Мен айта алмаймын, мынаны қалай нетем деп екеуміз былайға тегеті қалай десем, машинаның ішінде жатырмын. Содан әйтеуір бірдеңе қылып әйтеуір жеткіздік ау. Ал сәке, Алла тағаланың берген жасын жасай бер. Балдарыңнан осындай жақсы күндерді көрсете берсін Алла тағала. Тек арамызда аман жүрушілік тілейміз енді Алладан. Денің сау болсын. Жақсылық күндерің көп болсын. Ал бәрімізге де Алла тағала жақсылығын бере берсін. Ал енді не айтам? Алладан тек бәрімізге жақсылық тілеймін. Ал бақытты қылып ғұмыр бере берсін, бала шағамыздың қызығын көре берсін. Ал тойға жалғаса берсін. Ал тойшылау бүгін болып жатқан құтты болсын бәрімізге де. Пайғамбарды күйеу баласы сыйлаған деп, мен қасасын есін, мен жасым үлкендеу. Осы 66-ның күйеу баласын айбірлейтін жолдасым мен жүріп отырмын. Ал Сауырғали, менің жасым құтты болсын, менің сау болсын, отбасым аман болсын дейміз. Жапырақтан жайылып, ал енді жасын жасап жүре бер.